Бұл Ұлы дала тарихындағы жаңа кезең. Керей мен Жәнібек өз халқымен бірге жаңа мекенге келді. Моғолстан жерінде қазақ жұрты орнықты. Енді олардың саны да, күші де арта түсті. Бұл жағдай Әбілқайыр ханның да назарынан тыс қалмады. Ол жаңа күшейіп келе жатқан күшті сезді. Хан енді күшке сүйенуге бел буды. Әбілқайыр хан әскерін жинап, қару-жарағын сайлап, күш-қуатын топтастырды. Бөлек шыққан қазақтарға деген ызасы күшейіп, жорыққа аттанды. Жорық жолында Әбілқайыр ханның жағдайы кенеттен нашарлады. Жол үстінде Әбілқайыр ханның жағдайы нашарлаған соң, қасындағы жауынгерлер ханды аттан түсіріп, киіз үй тігіп, ханды киіз үйге жатқызды. Жауынгерлер ханды тынықтыру үшін киіз үйден сыртқа шықты. Арада біраз уақыт өтті. Сәлден соң жауынгерлердің бірі Әбілқайыр ханның жағдайын білу үшін қайта оралды. Тыныс алмай жатқан Әбілқайырды көрген сарбаз ханның өмірден өткенін түсінді. Әбілқайырдың денесі сол дәуірдің салтымен жол үстінде жер қойнына тапсырылды. Осылайша бір дәуір аяқталды. Әбілқайыр ханның ұлысы бай әрі қуатты еді. Адайда оның өлімінен кейін тақ үшін талас басталды. Тақ үшін тартыстан шаршаған көптеген ру тайпалар Керей мен Жәнібекке бет бұрды. Осылайша Ұлы даланың төсінде жаңа дәуір басталды. Қазақ хандығы елдің бірлігі мен рухын бір тудың астына жинады. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан еркіндік жолының алғашқы қадамы еді.